Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге өте тез және оңай дайындалатын торттың рецебін көресіздер. Өте оңай рецепт және өте дәмді болып шығады. Және де ең қарапайым рецептерден дайындалатын торт. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіз. Біздің бисквитімізді дайындау үшін бізге жұмыртқа, сары ерітілген май, сгущенка және де ұн, разрыхлитель керек болады. Ең алдымен жұмыртқаны миксерлейміз, бірақ сіз бұл тортты венчикпен ақ дайындасаңыз болады. Миксер міндетті емес. Енді сгущенка қосамыз. Сгущенка 200 грамм. Одан кейін кішкене тұз қосамыз, себебі қатты тәтті болмау үшін. Тағы араластырамыз. Одан кейін ерітілген, бірақ ыстық емес майды қосамыз. Ең соңынан ұнды қосамыз. Және де әрине қопсытқышты ұмытпаймыз. Міне қамырымыз дайын болды. Сіз кез келген формаға пісіресіз. Менде мынандай 4-1 форма. Енді қамырды құямыз да 180 градуста 30 минутқа пісіруге қоямыз. Мен жаңғы рецептпен 2 бисквит пісірдім. Бисквиттің піскенін зубочисткамен тексереміз. Біздің тортымызға крем дайындау үшін бізге қаймақ керек. Қаймақтың жирнесі 20%-дан төмен болмау керек. Бірақ өз қалауыңызша. Енді оған мөлшермен қант қосамыз. Және де жай араластырамыз. Ең қарапайым крем жасаймыз. Енді креміміз дайын. Міне корждарды бөлдім. Негізі мен 2 бисквит жасадым. Ал сіз 1 бисквиттен ақ жасасаңыз болады. Мен биіктеу болу үшін 2 жасағанмын. Менде әр коржды 2-ге бөлдім. 4 корж болып шықты. Енді қазір кез келген ыдысқа тортымызды жинайтын боламыз. Ең қарапайым әдіспен жинаймыз. Астына тортымыз сырғымау үшін кішкене крем жағамыз. Өстіп әр коржға жағып шығамыз. Қалынырақ слаймен жағамыз. Кезде тортымыз өте жұмсақ және дымқыл болып шығады. Бұл бір жайт, егер сізге дымқыл бисквиттер ұнайтын болса, онда пропитка жасаңыз болады. Менде бұл жақта сүт және ішінде кішкене ғана сахарная пудра. Бұлай кішкенеден бисквиттерді пропитывать етеміз және оның үстіне крем жағамыз. Міне тортымызды жинап болдық. Енді үстіне қалған креммен жағамыз және қалауыңызша безендейміз. Міне тортымыз дайын болды. Мен тоңазытқышқа
3 сағатқа қойып қойдым. Сол кезде одан әрі дәмді бола түседі. Үстіне шоколадпен безендірдім. Өте жұмсақ, айтқандай дымқыл болып шығады. Ауызда еритін торт болып шығады. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіз.